бүйір қабырғасы 10 және төмендегі бұрышы 120 градус болатын тең бүйірлі үшбұрышты бүйір қабырғасы бүйір қабырғасына қатысты айналдырғанда пайда болған айналу денесінің көлемін табыңыз. Бүйір қабырғасы 10 және төмендегі бұрышы 120 градус болатын тең бүйірлі үшбұрышты бүйір қабырғасына қатысты. Бұл былай болады ғой. Мынандай тең бүйірлі үшбұрыш болады. Өйткені басқаша мүмкін емес. Мына жер бізде 120 болса, 120-ны 60, мына жағы 30-30-дан болады. Тең бүйірлі үшбұрышта екі бұрыш тең болады. Ал 2-120 болуы мүмкін емес. Сол себепті мінекей мына екеуі тең болады. Бүйір қабырғасы 10 болса, міне мына 10, мына 10 болады. Осыны бүйір қабырғасына қатысты айналдырады. Сонда мінекей былай, міне былай. Сонда біздің мынандай фигура пайда болады айналдырған кезінде ше. Конус, бірақ астынан мынандай конусты алып тастаған. Яғни конустың көлемінен конустың көлемін. Яғни в үлкен конус азайту в кішкентай конус болады. Сол кезде бізде осы дененің көлемі шығады. Сәйкесінше бізде πr квадрат. Радиустар ортақ қарасақ. Бір радиус мына жерде. Бір радиус болады. πr квадрат h азайту πr квадрат h деп қойып. Мынау үлкен h, анау кіші h болсын. Енді қарайтын болсақ, мынау 120 болса, мына жер 60 градус болады. Мына жер 30 болады сонда. 30 болса, мына жер 10, мына жер 5 қой сонда. 30 градусқа қарсы жатқан катет гипотенузаның жасына тең. Сонда кішкентай h 5-ке тең деген сөз. Үлкен h 15-ке тең, өйткені 10 ғой. Үлкен h 15-ке тең. Ал радиус неге тең? Радиус мынаған тең ғой. R-дің 10-ға қатынасы, міне радиустың 10-ға қатынасы, іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы косинус 30 градусты береді. Тең болады түбірасты 3 бөлу 2. Мынау қысқарады 5, R тең болады 5 түбірастында 3 болады. Ал R квадрат, 5-тің квадраты 25, түбірасты 3-тің квадраты 3, R квадрат 75. Мен бірден 75 тауып қойдым, мінеки. R квадраттың орнына қоя салғанғаша. Сонда бізде 75-ті 15-ке көбейтемін. Немесе былай болады. 75 пиді жақшаның сыртына шығарайын. Міне 75 пи, 75 пи. Сонда 15 азайту 5 болады жақшаның ішінде. Мына 10 болады. Сонда 75-ті 15-ке 5-ке көбейтейін, 75-ті 10-ға көбейте салам. Сонда бізде 750 пи болады. Сантиметр ештеңе берілмеген, демек жауап жай 750 пи болады. Ракетаның көлемі дейміз ба, қалай дейміз, міне сондай көлем. Конус сосын астынан ойылып тұрады. Жауап осы болады.